Ассалаумағалейкум оқырмандарым. Бүгін біз балалардың сүйікті асы картошка фриті жасаймыз. Ол үшін бізге картоп, тұз және кукуруз крахмалы, сонымен қатар қуыру үшін сұйық май қажет. Тазалап алынған картоптарды видеода көрсетілгендей ұзыншақ етіп тураймыз. Өте жуан немесе қалың болып кетпесін, шамамен 4-5 мм болу қажет. Осылайша барлық картоптарды турап дайындап аламыз. Туралған картоптарымызды шұңғыл ыдысқа салып, бірнеше рет салқын сумен жуамыз. Су толықтай тұнық болу қажет. Енді суымызды қайнатып, оған тұз салып, жақсылап қайнап тұрған суға картопымызды саламыз. Картоп шамамен 2 немесе 3 минут қана қайнау қажет. Одан кейін бірден ыдысымызға сүзіп аламыз. Картопты барынша суынан арылтамыз, кейін крахмалды салып араластырамыз. Картоп пен крахмалды біркелкі етіп араластырып, тарелкаға салып, бетін пищевой пленкамен жауып, 3 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. 3 сағаттан кейін мұздатқыштан алып, майымызды өте қатты отқа қойып ысытамыз, кейін картопымызды қуырып бастаймыз. Басында картопты салған кезде майдан шашырауы мүмкін, абай болыңыздар. Картопты сарғайғанша алтын түстес етіп, жақсылап қуырып аламыз. Ең бастысы майыңыз өте қатты қызып тұру қажет. Піскен фридің үстіне тұз сеуіп, кетчуппен ұсынамыз. Дәмі енді керемет болып шығады. Фастфуд дәмханаларындағы фридан кем түспейді. Үй жағдайында осындай дәмді фриді жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, назарларыңызға рахмет.